Қайырлы кеш, қымбатты достар. Мен қазір сіздерге өте жылдам 5-ақ минутта дайын болатын дәмді пиццаның рецебін көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Енді біздің пиццамызға қажетті заттар: ұн, қаймақ, майонез, қамырға арналған қопсытқыш, яғни разрыхлитель, 2 жұмыртқа, жарты қасық тұз. Қазір бастаймыз. Sometimes I'm so home. Sometimes alone. I'm so home. Sometimes I'm so home. Sometimes alone. I'm so and becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Бетіне салатын қоспаларын дайындаймыз. Енді біз қамырымызды дайындап қойдық. Пиццаның енді бетіне төсейтін основасын дайындаймыз. Ол үшін 150 грамм сыр керек, 100-150 граммдай 1 помидор және соусын мен үйде осындай 2 ас қасық томат, кішкене дәмдеуіш қосам және оны жылы сумен араластырам. Сонда мынау пиццаның бетіне төсейтін соусы деп айтуға болады. Шамалы сұйықтау болған жақсы негізінде. Осылай мінекей. Судың бәрін құйып жібере берейін. Так. Енді мен мінекей духовканың несін дайындап қойдым. Пиццаның қазір қамырын осының үстіне төсеймін. Мінекей мынау несі духовканың ішіне салатын противені, мына бетіне қағазын төсеп, қазір мен мына қамырды үстіне былай қасықпен салып жіберемін да. sometimes I'm so
қамырдың бетіне соусты құямын. Sometimes I'm so home. Sometimes I know I'm so home. Sometimes I'm so home. Sometimes I know I'm so. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Жылдам тез дайын болатын дәмді пицца. Мінекей ыстық әлі. Астарыңыз дәмді болсын. Үй жағдайында күнде дайындап пайдалануға болады.